Өткенде бір студент жастармен кездесу өткіздім, бір келесі жылға жоспар туралы бір әңгіме қозғалып қалды. Содан сұраймын да студенттерден, келесі жыл бір көп кітап оқығыларыңыз келетін шығар десем, барлығы бір ауыздан шу ете қалды. Иә, көп кітап оқығымыз келеді деген сияқты. Ал енді сол көп кітаптарыңыздың келесі жыл оқитын нақты тізімі, списігі бар ма десем, 100 шақты студенттің ішінен бір 2-3 ғана бар деп қол көтерді. Яғни 100 шақты адамның 2-3 ғана келесі жылға нақты жоспар құрған, ал қалғандарымыздікі бір қиял, арман күйінде қана болып тұрды. Әлгі орыстар айтады ғой, бір хочешь быть успешным, планируй свой успех деген сияқты. Жаңадан келген жыл, календар ауысқан мезгіл, ол өзінен өзі бізді өзгертіп жібермейді. Біз жоспарламасақ, уақытымызды, күшімізді, энергиямызды бізді бір жаңа деңгейге өзінен өзі шығарып жібермейді. Кітаптар өзінен өзі бір оқылып кетпейді. Санта Клаустың қиялдарына сенетін бір бастауыштың оқушысы да емеспіз. Өзі өмірде енді бірдеңесі болар, бара көрерміз деп самотекқа жіберетіндей бір таусылмайтын құндылық емес өмір деген. Өзі жетістікке жеткен барша адамдардың өмір тарихын алып қарайтын болсаңыздар, нақты қадам, жоспарлар құрған апталарға, айларға, күндерге деген сияқты. Және сол жоспарын барынша жүйелі түрде барынша тырысқан адамдар. Келесі жылы біз де осылай жоспарлайық және жүйелейік.